Бүгінде еліміздің темір жолдар желісінде 19 мыңнан астам бағыттамалық бұрмалар мен қиылыстар кешені пайдаланылуда. Оның ішінде 7 мыңы басты жолдарда. Жалпы санның 60%, яғни 12.331 кешен ағаш бөренелерден тұрады. Темірбетон негізіне көшу аясында компания 5 жыл ішінде темірбетон бөренелерін төсей отырып, 2146 бағыттамалық бұрмалар кешенін ауыстыруды жоспарлап отыр. Бұл жолдың жоғарғы құрылысының қызмет ету мерзімін ұзартады және ағымдағы күтіп баптауға жұмсалатын пайдалану шығындарын азайтады. Жол бойындағы бағыттағышты ауыстыру сәтіндеміз. Соған арнайы дезик деген машинамыз тұр. Сол арнайы техниканы қолданып жатырмыз. Бұл техниканың айтып кететін болсақ, біріншіден уақытты үнемдейді, уақытты қысқартады, үнемді арттырады, және де жұмысшылардың ауыр жұмысын жеңілдетеді, және де жұмысшылардың санын азайтады бұл техника. Одан кейін тағы айтып кететіні, бұл техниканы біз сол электро жүйесі бар жерлерде қолданамыз. Себебі бұл техникамен жұмыс істеген кезде электро жүйесі жоғары жақтағы электро жүйесін жинап қайтадан орнына келтіру, ондай жұмыстар жасалмайды. Сонымен біз көп уақыт үнемдейміз. Сол себептен осы техника бізде жиі қолданады. Осы техниканы басқарып тұрған бір адам, қолында жабдығы бар, сонымен өзі жұмыс істеп жатыр. Ал енді бұның жаңағы бірінші ескі бағыттағышты жұлып алып техниканы, оны астына платформа келіп, соған тиеп жібереді. Одан кейін орнын тазалайды. Жаңа көрдіңіздер, техника орнын тазалап шықты. Тазалап болғаннан кейін жаңа жиналып қойған бағыттағышты алып келеді дағы, осы техниканы қайтадан орнына қояды. Қалған бұл жерде де жаңағы электр жабдықтау қызметкерлері жүр, автоматик телемеханика қызметкерлері жүр. Сонымен жұмысты сол темір бетон бар жерлерде, бұрыстар бар жерлерде біз 2,5 сағат, ағаш бұрыстар бар жерлерде 2 сағатта алмастырып кетуге болады. Негізі енді ол өзінің жергілікті жеріне байланысты, қандай жерде жұмыс істеп жатыр, соған байланысты. Негізі техника өте жақсы көмегін тигізеді. 2022 жылға жоспарланған бағыттамалы бұрмалардың 610 кешенінің 151-і ауыстырылды. Төсеу жұмыстары темір жолдардың барлық желісінде және механикаландыру құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады. Атап айтқанда, жол дистанциясының жүк резиналары, қалпына келтіру пойыздарының темір жол крандары және арнайы ДСЭК машинасы. Жол монтерлерінің жұмысын жеңілдету үшін компания жол жұмыстарын механикаландыруды да қамтамасыз етуде. Биыл темір жолды бекіту үшін 80 дана бұрағыш сатып алынды. Оларды қолдану рельстерді шпалдарға бекітудің нормативтік күшейтілуін қамтамасыз етеді. Жыл соңына дейін жолды түзету бойынша жұмыстарды орындау үшін 1000 гидравликалық домкрат сатып алу және жеткізу жоспарлануда.